大家你们好, барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге жайғаны бүгін біздің тақырыбымыз Динвен, яғни Қытай тарихындағы жазулардың бір бөлігі болып табылады. Динвен дегеніміз Дягуннен кейінгі сурет типтес жазу. Яғни айтып кеткенде, негізі Қытай жазуында бірнеше тарихтан өткен болатын, бүгінгі жазуға дейін ол сан мыңдаған революцияны басынан өткерді. Ең алғашқы жазу Дягуен болса, яғни сүйек сауыт жазбалар болса, одан кейінгі Динвен жазуы болған болатын. Бұл жазу көбіне құрбандық рәсім жасауға арналған ыдыстарда қолданылған. Негізі өздеріңіз де байқағандай, Динвен дегеніміз, яғни металдарда, темірлерде қола яғни жазылған жазулар болып табылады. Батыс жол дәуірінде олар ыдыстардың түбінде немесе ішкі қабырғаларында орналасқан. Сондықтан құрбандық тамағын толтырған кезде жазулар көрінбеді. Яғни олар тірілер мен ата-бабалардың рухтары арасындағы байланыс құралы болды. Міне, бұл жазуды негізі Шан дәуірінде қолданылып, батыс жол, шығыс жол және Цин дәуірінде қолданған болады. Жоғарыда айтып кеткендей, Динвен темір жазуларын көбіне ыдыстармен кездестіруге болады. Мысалы, 3 таяқты етке арналған ыдыс Дин, астық және дәнді дақылдарға арналған ыдыстан Гуй, қоңыраулардан Чөн, және де сонымен қатар сусын үшін арналған ыдыстар, яғни Үй, Цун, Гу, Тя және лерден кездестіруге болады екен. Дин дегеніміз, яғни айтып кеткен Дин ыдысы, мына суретке назар аударсаңыздар, бұл ежелгі Қытайдағы құрбандық шалатын жасалған 3 аяқты қазан. Қытайдағы ең танымал рәсімдік ыдыс аяқ болып табылады. Міне, мынау Динге, яғни мысалдар, бұл музейдегі суреттері, екінші тұрған суретіміз. Салтанаттарда қолданылады бұл ыдысты, немесе Конфуцийдің Луни шығармасында бұл ыдысты да айтып кеткен екен. Енді келесі ыдыс Ли қазаны, бұл да 3 аяқтыдан жасалған, яғни бастапқыда балшықтан жасалған екен, тамақ пісіруге арналған қолданылған, бірақ та одан кейін келе бұл темірлерден жасалып, ата-бабаларға, яғни құрбандық шалуға қолданылған екен. Келесі Хоуму Удин бұрын болып табылады. Бұл негізі 4 бұрышты, суреттен қарап тұрсаңыздар. Қазіргі кезде ол 1939 жылғы Анян, яғни қазіргі Анян Хэнан провинциясында табылған екен. Бұл ыдыс өте ауыр болып табылады. Негізі өздеріңіз білетіндей, соғыстар кезінде осы жәдігерді ұрлап алғысы келген кезде бұл ыдысты көтере алмаған екен. Қазіргі Қытай ұлттық музейінде де сақталған. Міне суреттеріне назар аударсаңыздар. Жаңағы біздің 4 аяқты ыдыс ең қоғамда, яғни ыдыс ретінде қолданылған. Ол бірінші айтып кеткендей қыштан жасалған. Одан кейін металлургия пайда болғаннан кейін барып құрбандыққа арналған болып табылады. Яғни олардың иелерінің күші мен байлығының символына айналған. Енді Динвен деген кітапқа назар аударатын болсаңыздар, бұл Шан және Жоу дәуіріндегі қолжазудағы интерпретациясын табуға арналған, яғни ол жазулар, қазіргі жазулар мүлдем өзгеріп кеткен, бұрынғы жазулармен табу өте қиындыққа табады. Сол кезде бізге көмекке Динвен деген кітап көмектеседі екен. Енді бұл кітапта барлығы қолжазбалардың 13271 жазу сақталған екен. 2001 жылы бірінші жартысына дейін беріліп, қазылған және де жарияланған екен. Бүгінге осы, сіздермен біз біраз тарихқа, иероглифтардың тарихына назар аудардық. Назарларыңызға рахмет. Сіздерге ұнады деген ойдамын. 下一个见，再见。